Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Ерғалиқызы. Бүгін өрілген пончики жасайтын боламыз. Ол үшін 2 ас қасық сары майымызды темір ыдысымызға салып, баяу отта ерітіп аламыз. Майымыз еріп дайын болған уақытта оның үстіне 200 грамм жылы сүтімізді салып, құйып, барлығын бір тегіс араластырып шығамыз. Сүтіміз бен майымыздың үстіне 2 шай қасық қант, 1 қасық тұз салып, тағы да араластырып аламыз. Майымыз бен қантымыз толық ерген уақытта үстіне 1 ас қасық дрожжи салып, араластырамыз. Барлығын өзімізге ыңғайлы ыдысымызға құйып, 200 грамм стаканмен електен өткізілген ұннан 2 стакан салып, жұмсақ қамыр ашытатын боламыз. Ұныңызды електен өткізгеніңіз абзалырақ, себебі нанымыздың ол көтерілуіне үлкен көмегін тигізеді. Үлпілдек, қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе 1,5 сағатқа 2 есе болып көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз 2 есе болып өсіп шыққан кезде осылай бір қайтарып басып қоямыз. Бетін жауып жылы жерге тағы қойғаннан кейін, тағы өскеннен соң осылай ұнымызды столымыздың үстіне сеуіп, қамырымызды ыдыстамыздан түсіріп, біз пончикидің формаларын дайындайтын боламыз. Барлық пончикилер бір келкі болу үшін таразының көмегіне жүгінгендеріңіз дұрыс болады. Осылай қамырымызды бір иін қайтарып алып, бүкіл ауасы шыққанша осылай қолмен илеп шығамыз. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Одан кейін осы 2 бөлігімізді тағы да 2 бөлікке бөліп, 50 граммдық қамыр шыққанша осылай бөле береміз. Барлық қамырларымызды осылай дөңгелетіп, бір форма етіп жасап шығамыз. Қамырларымыздың бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырларымызды шетінен алып, осылай ширатып, пончикидің өрілген формасын дайындап шығамыз. Осылай ширатып аламыз. Кейін столымыздың бетін сулаймыз, шамалы ғана дымқылдап шығамыз. Осы дымқылданған столдың үстіне қамырымызды қойып, оң қолымызды жоғары, сол қолымызды төмен қарай ширатып, пончикиді өріп дайындаймыз. Мінекей біздің пончикилеріміз осылай өріліп шықты. Ұштарын осылай түйіп қоямыз, себебі өрілген формасы ажырап кетуі мүмкін. Тағы да көргендеріңізде мінекей осылай ширатамыз. Столымыздың үсті шамалы ғана дымқыл болып тұрады. Қатты да ширатып жібермеңіздер, себебі ұзын болып ширатылған кезде ол көтерілу қиындайды. Сондықтан да шамалы ғана ширатып өрсеңіздер болды. Міндетті түрде ұштарын түйіп шығыңыздар. Барлық пончикилерімізді 15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Майымызды ысытып аламыз, және де қызып тұрған отта 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Қатты отта қыздырмаңыздар, себебі сырты пісіп, іші піспей қалуы мүмкін. Және де осындай қағаз қалтаға 2-3 қасық сахарный пудра салып, піскен пончиктерімізді қағаз қалтаға сахарный пудрамен араластырып, осылай шайқап шығамыз. Сол кезде пончикидің сыртына сахарный пудра жабысып, әдемі болады. Сіздермен Ақнұр Ерғалиқызы. Баршаңызға ас болсын, менімен бірге осы пончиктерді жасаңыздар.